Көлікті сатып тұрған адамға сенуге болмайды. Ол не айтады, ол қандай құжат көрсетеді, оған сенбеңіздер. Тексерісте BMW X5 автокөлігі. В общем, бұл тексерістің қызығы, сатушы көліктің Carfax'ын көрсетеді. Ол Carfax'та жай ғана легкий повреждения, жаңа капоттың майысқан жерін болды. Қалғаны бәрі сау. Айрбагтары, жаңағы алдыңғы жағы, ешқандай серьезный повреждение жоқ. Бірақ тексеріс кезінде енді көз алдамайды ғой. Мен көріп тұрмын, повреждение более значительный болған. Сол үшін мен күмәндандым. И өзім жаңа Carfax'ты аштым. Енді қараңыз, былай болған. Ең басында көлік қатты повреждение алған. Оны Америкада перекупщиктер сатып алып, жөндеген. Өйткені Carfax'та бәрі тұр. $5000 сатып алынған, сондай повреждение болған. О жерде подушкалар бәрі шыққан, алды жағы қатты ударалған. Марафет наводить етеді, жаңағы айрбагтерін тығып, не істеп, алды жағын жөндеп, қайттан аукционға шығарады. О жерде уже аукционда олар $15000 шығарады. Грузияда жаңағы легкий повреждениесін жөндеп қояды и екінші Carfax'пен сатады. Мына легкий повреждение болған, пожалуйста, мына. Бірінші Carfax жоқ қой, оны удалить еткен. Енді бұл жігіт сатып алады. Менің тексерісіме келгеннен кейін бұл жерде ана бірінші Carfax'тың уақытысы бітеді ғой, удаленияның. Ол қайтып шығады. Шыққаннан кейін мен көрсетемін, міне, повреждение негізі осындай болған деп. Ол в шоке, алушы в шоке. Мен одан в шоке. Соның өзінде ана алушылар өте лояльно, өте андай неді, қарапайым ауыстырған деп айтып отырмын ғой, мына жер ауысқан. Жақсы ғой, новый панель салыпты, новый айрбагын салыпты деп. Енді ондай да лояльный клиенттер болады. Соның өзінде мен отговаривать етпеймін, алушы өзі шешім қабылдайды. Бірақ ақыр жағында өздері сол бағасына келіспей, сделка болған жоқ. Неге мен айтам, сатушының сөзіне сенуге болмайды. Өйткені сатушының өзі білмеуі мүмкін. Сондықтан тек қана өздеріңіз тексеріп алыңыздар, жауапкершілікті өздеріңе алыңыздар.